الرحيم. الدرس الخامس. بيسمش سبق منفعة القراءة. وخودون пайдасы. منفعة пайда. ذات ليلة برغن түнде. استعداد дайындалу. ميل ынта талап. طيون жабу. لابد керек. تخلية бос қалдыру. قضاء орындау, өтеу. حدوث оқиға, болу. خطر қауіп. تعليق ілулі. بلوغ жету. انكسار сыну. غرق бату. جلس رشيد ذات ليلة بالقرب من المصباح. бір күні түнде Рашид отырды шамға жақын. وأخذ يستعد لدروسه. ол дайындала бастады сабақтар үшін. وكان لا يحب القراءة ولا يميل إليها. және ол оқуды жақсы көрмейтін, және оған ынталанбайтын. ولكنه فعل ذلك خوفا من الجزاء. бірақ та ол оны жасайтын жазадан қорыққан себепті. وبعد أن درس قليلا طوى الكتاب وسأل أمه قائلا ولماذا يتعلم الناس القراءة وما المنفعة منها. аздан кейін, аз сабақ оқығаннан кейін кітабын жапты да анасынан сұрап айтты. Не үшін адамдар оқудан білім алады? Yani onun пайдасы не? فقالت له أمه لابد من القراءة يا ابني ومنافعها كثيرة لا يعرفها الآن. Сонда анасы айтты оған: оқу керек е оғлым. Оның пайдасы көп, қазір сен оны білмейсің. قال يا أمي خليني في البيت. Сонда айтты: анашым, мен үйдің ішінде бос қалдыршы, босатшы. فإني لست أحب المدرسة ولا القراءة. мен медресені жақсы көрмеймін, және оқуды да жақсы көрмеймін. وإذا بقيت هنا أقضي لك أشغالك ولا أعصيك أبدا. егер мені қалдырсаң, бос қалдырсаң, осында үйде орындаймын сенің шаруаларыңды, істеріңді, және саған ешқашан қарсы келмеймін. فقالت يا ابني اسمع مني الحكاية الصبي الذي لا يعرف القراءة وماذا حدث له. Сонда айтты анасы оған: ұлым, тыңда менен бір баланың хикаясын. Ол оқу білмейтін, турасында оқу білмейтін бала сәбидің хикаясын менен тыңда. және онымен не болғандығы. كان له سائرا في الطريق. ол бір жолда жүруші еді. فوصل إلى نهر عليه جسر من الخشب. сонда ол жетті бір ағаштан болған көпірге. ورأى أمام الجسر لوحا معلقا مكتوبا عليه لا تعبر على هذا الجسر فيه خطر. сонда көрді ілулі тұрған бір тақтаны, өзінің алдында, көпірдің алдында ілулі тұрған тақтаны көрді. Тақтада жазылған: бұл көпірде қауіп бар, өтпе деп жазылған. فلما قرأ الولد الكلام المكتوب لم يعبر على الجسر. сонда бала оқыды бұл сөз, жазылған сөзді, және өтпеді көпірден. بل سار إلى جسر آخر وعبر عليه. бәлкім ол өтті басқа көпірден, басқа көпірге барды да содан өтті. وبلغ المكان المقصود سالما. сөйтіп ол өзінің мақсатына аман есен жетті, ниет қылған жеріне. وبعد ذلك جاء غلام آخر لا يعرف القراءة. бұдан кейін келді басқа бала, оқу білмейтін. فرأى اللوح المعلق ومشى فيه. ол
тақтада ілулі тұрған тақтаны көрді және жүре берді. وَلَمَّا بَلَغَ وَسَطَ الْجِسْرِ انكسر تحت رجله لوح قديم فسقط في النهر وغرق في الماء. Ортасына, көпірдің ортасына жеткен кезінде астындағы ескі тақтай сынды. Сонда өзенге құлады және суға батты. 5-ші тамрин. Қазақ сөздерді арабшаға аудару. Кітапты жаптым. Тавайтул китап. Қаламым сынды. Касарту қалами. Көпірден өттім. Абертул аля жиср. Бұл істе көп қатер, бұл істе көп қатер бар. Фи хазал амр хатаран касир. Мен қазір мектепке баруым керек. Ла будда ана азхабу илал мадрасати алан. Жұма күні Фаридке бардым. Захабту илал Фарид яумул джумаа. Екеуміз күні бойы доп ойнадық. Налабу нахнул иснайн біл курати тулал яум. Кейін үйге қайтып тамақтандым. Ва баъда нарджу илал байт табахту. Сосын ұйықтадым. Сымма анам. Киімдерімді ілгішке іліп қойдым. Аалиқу. Киімдеріңді ілгішке іліп қой. Аллиқил малабис ала шаммаа. Саған көмектесемін. Усаидука.